Айсұлу бірден кетеші. Әлбек, мен сені мұндай дейсім деп ойламаппын. Өзім де ойламадым. Айсұлу, сенің осы сауылға келгелі беріп, мен жүрегім тыным табар емес. Әлбек, сен мен туралы ештеңе білмейсің. Мен сенің өміріңді бұлай құртқым келмейді. Мен саған айттым ғой, сенің өткен өмірің мен үшін маңызды емес. Әлбек, сен өзің не айтып тұрғаныңды өзің білесің бе? Мәселе сенің тұрмысқа шыққанында ма? Сол ма ең басты себеп? Және? Мына түріңмен қайда барасың? Болды Гүлнар әпке. Не болды? Қаладан келген мына ұятсыз менен Әлбекті тартып алмақшы. Тұра тұр. Көшеде айқайлап, отбасылық мәселені шеше алмайсың. Не болды? Ақырын ғана жайлап түсіндір. Ол Әлбекті өзеннің жағасына кездесуге шақырған. Нүрия жаңа ғана көріпті. Екеуі сүйісіп тұр дейді. Нүрияға сенуге болмайды. Ол ылғи өтірік айтады. Тіпті солай бола қалған күннің өзінде оған не істей аласың? Шашын жұлып қазір қолына берем. Бекер, қызым, олай істеуге болмайды. Гүлнар әпке, сонда мен не істеуім керек? Екі қолымды қалтама салып, қашан жігітімді алып кетеді деп күтіп отыруым керекпін ба? Тыныш, жылама, айқайлама. Тыңда мен. Жігіттер қылмыңдаған сұлуларды кездесуге шақырады. Мінезі жақсы, өзінен ыңғайлы қыздарға үйленеді. Сондықтан өзіңнің махаббатыңмен, жұмсақ мінезіңмен Әлбекті бауыра, екеуіңнің айырмашылықтарыңды көрсін. Сонда солай жасағаным дұрыс деп ойлайсыз ба? Әрине, мен кезінде Мұратқа дәл солай күйеуге шығып алғам. Көріп отырсың ғой, біз қандай жақсы отбасымыз. Мен саған дәл қазір жеке өмірім жайлы айта алмаймын. Бірақ есіңде болсын. Мен үшін ең жақын адам ол менің ұлым Санжар. Кешір. Біз үшін осы дұрыс шешім. Дос болып қалғанымыз дұрыс. Дәурен, қойшы еше берген. Қарашы назыры. Танысамыз ба? Әрсен, мен басым бос, ойдақпын, білесің. Танысым келсе таныса салам, ал сенің қалыңдығың бар емес. Болса не болды? Жоға десен де, мен ертең үйленіп, әйелінен қорқып үйде отырады деп отырсың ба не? Бауырым, Айсұлу сияқты қалыңдығым болса, менде арманым жоқ. Сұлу, сымбатты, ақшасы бар. Ақшасы бар. Оған келсем. Жалпы мен Айсұлудың ақшасына ғана ғашықпын. Ал сұлу, сымбатты десең, одан да сұлу, одан да жасын табуға болады. Балам, жейдеңді киіп алшы, терлеп тұрсың, суық тиеді. Әй бәйбіше, сен баланы жайына қалдыр, кішкентай емес қой. Айнал шақтағанды қойын. Анасы емеспін бе? Уайымдағанда тұрған не бар? Сен тек соны уайымдасаң, мен саған үндемес едім. Не айтып тұрғанын түсінбедім. Балам өз өмірін өзі реттесін дегенім ғой. Әй, сен бағана Жанияға не сабақ үйретіп жатқанын мен естіп қалғам. Болмайтын жерге де, болатын жерге де мына тұмсығыңды тықпа. Мен баламыздың тек бақытты болғанын қалайым. Және не мінесімен ұнамай қалды? Ұнайды, ұнайды. Жақсы қыз. Дұрыс, мен де соны айтам. Одан артық келін таппаймыз. Айсұлу дейді ғой. О заманда бұ заман. Бөпесі бар келін сүргенді қайдан көрдің? Ел жұртқа масқара боламыз ғой, шырағым ау. Және осы ауылдың қызы. Ертең-ақ балама өзінің бөпелерін туып береді. Гүлнар, мен саған ескерттім ғой. Баламыздың ісіне араласпа деп. Болашағын өзі шешсін. Сен бар ғой, артық қыламын деп тыртық қыласың. Сен соны қалай түсінбейсің?
Кім? Мен ғой, Әлбек. Әлбек? Иә, Айсұлу, кешір. Үйде шам жанып тұрған көріп келгенім ғой. Бізге сөйлесу керек, Айсұлу. Әлбек, мен саған барлығын түсіндіріп айттым. Қалбеден түнделіп келген. Көршілер көрсе мен туралы не ойлайды? Баршы. Шынымды айтшы. Мәселенің бары менің қалыңдығым барында ма? Жанияны еске алған үшін рахмет. Ол да бар. Мені Жанияға атастырған анам. Өз басым мен оны қаламаймын. Тойдың уақытын созып жүргенімде сол. Түсінші, мен оны сүймеймін, Айсұлу. Әлбек, қош болды, баршы. Онсыз да жетісіп жүргенім шамал еді. Ән, баламды да ояттым. Қазір балам, жылама. Осылардың бәріне мене не керек? Неге маған тыныштық бермейді бұлардың бәрі? Әкелдің ба? Рахмет, құрбым. Немене құмыртасын адам мазасын алып. Тойға дайындалайын дедің ба? Мейізді қайтпексің. Әжем айтқан, мейіз қоспасаң чак-чак шықпайды деп. Енді таң атқанша күте тұруға болатын еді ғой. Не деген асығыстық? Таңертең Әлбекті таң қалдыруым керек. Ой, мынауың енді артық, құрбым. Осынша жігіттің ізінен жүгіруге бола ма? Оған қоса, менің білуімше, жігіттер ондай қыздарды ұнатпайды. Жігіттердің барлығы бірдей емес қой. Оның үстіне Әлбектің орны бөлек. Оның көңілін таба білу керек. Сен оны қайдан білесің? Мен білмесем де анасы өзінің ұлын жақсы білетін шығар. Сондықтан да маған рецептін айтты. Ол кісі маған жамандық тілемейді. Гүлнар апай айтса жақсы сонда. Сонда қандай рецепт? Бөлісесің менімен? Айтшы. Көмектессең айтам. Үйреніп ал. Саған да керек болады. Қайда жиналдың? Бізден қашып талмайсың деп едік қой. Мен қалай таптыңдар? Қайда тығылсаң да табамыз. Сен осыны түсінбедің бе? Ақша қайда, Арсен? Біздің басты күткенді ұнатпайды. Жігіттер, ақшаны қайтарам. Қайтарам деп айттым ғой сендерге. Ертең соңғы күн, Арсен. Пайыздарын да ұмытпа. Иә, ертең кешке дейін бәрін қайтарам, жігіттер. Уәде берем. Түскі 12-ге дейін уақытың бар. Түсіндің бе? 12-ен үлгере алмай қалуым мүмкін. Арсен. Үлгіресің. Жарайды. Ертең түске дейін бәрін қайтарам, жігіттер. Бізбен ойнаушы болма. Қайрат аға, кеш хабарласқаным үшін кешірім сұрайым. Айсұлуды ұрлап кеткендер хабарласты. Иә, ақшаны ертең түске дейін әкеліп берсін дейді. Аға, Айсұлуға не істейтіндерін ойласам. Иә, түсіндім. Ертең келем. Жақсы.
Санжар, қайырлы таң, балақай. Алла. Сен оянып алыпсың ғой. Мен болсам әлі ұйқыға жатқан жоқпын. Қараш, қандай әдемі көйлек шықты, иә? Тамаша. Бұл бір қыздың туған күніне арнайы тігілген көйлек. Көрдің бе? Тек әдемілеп үтіктеу қалды. Әдемілеп салып беру керек. Саған қалай ұнады ма? Маған да ұнады. Кел оғыр, мен сен мына жерден алайын. Бесіктен жерін шешіп алайын. Кел оғыр. Ақылдым мен. Кел. Терлеп кетіпсің. О! Бесін мен жауып қояйық. Санжар, мен саған уәде берем. Мен саған енді керек заттардың барлығын алып берем, е? Тек менің жұмысыма ешкім кедергі жасамау керек. Біз екеуміз талай қиыншылықты жеңеміз. Ақылдым сол. Қайырлы таң, жан. Қараш, саған не дайындадым. Чак-чакты бала күніңнен жақсы көреді деп анаң айтқан. Дәмін көрші. Дәмді ма? Дәмді екен, иә. Кеше көп дайындап қойыппын. Сендер ауыз тисін деп алып келдім. Рахмет, және бірақ біз таңғы ас ішіп алғанбыз. Рахмет. Жарайды. Жұмысыңа барып жейсің. Мен саған арнап дайындадым ғой. Алсай? Жарайды, әкел. Сүтпен қосып жесең тіпті дәмді болады. Бұл сүтті мен көршінің баласы Санжарға апара жатырмын. Анам беріп жіберді. Сенің аның сондай мейірімді. Байғұс баланы ойлап жүреді, ал оның әкесі қайда? Әкесі оларға көмектеспей ма? Тіпті баласының барын да білмейтін шығар. Және сен оған қайтесің? Бізге қатысы жоқ қой. Жарайды, мен асығыспын. Рахмет. Әлібек! Сен неге үйге біреуді кіргізесің, а? Түсінсең бұйырмасын. Өтірік ақымақ бола қалма. Үйге біреуді кіргізердің алдында менен рұқсат сұра деп қанша айтамын саған? Нені айтып? Бұл үйдің қожайыны менмін. Осы ұғасың ба, жоқ па? Түсінсең бұйырмасын, нені айтып тұрсың? Кеше түнде бөтен екі адам отырды, олар сенен басқа кім кіргізеді? Мүмкін бұлар ұрылар шығар, а? Ештеңе жоғалмап па? Полиция шақыру керек шығар. Керек болса өзім шақырам полицияны. Сенің шаруаң болмасын. Мен киім ауыстырғанша таңғы ас дайындап үлгер, ұқтың ба? Не дайындайын? Артық сұрақ қоймаш дедім. Жыныма тисең осы үйден қуып шығам. Мені жұмысқа алған сен емес, шығаратын да сен емес. Сен бұл үйге кірмей тұрып, ұры да жоламайтын. Жыламаш, Жанар. Қайта шотымызда ақша болғаны қандай жақсы болды. Енді Айсұлуымыз ортамызға оралады. Ең басты аман есен оралса болды. Ешқандай ақшаны аямаймыз ғой. Әрсен келді. Бар баш. Байқсау, Әрсен-ау, түріңі не болған? Сенің қандай үйде екеніңді қазір жақсы түсінем. Мұнан анауың бағандар ма? Сен ұрған? Амансыз ба? Кел отыр. Ойнап жүрмегендерін көрсетті ғой. Ақша дайын баға? Дайын бәрін жинап үлгердік, мін. Басқа жоқ. Сондықтан, Әрсен,
Сен оларға Айсұлуды бүгін босатыңдар деп талап етті. Әрине. Онсыз да қолымнан келген бәрін істеп жатыр. Айсұлуды ойлап жүрегім ауырып. Ал, кеттік Барсен. Анар, бізге сәттілік тіле. Жолдарың болсын. Айсұлу қастарыңа келісімен бірден хабарын беріңдер. Аға, сіз менімен бірге бармақшысың? Ой, сені қарақшылардың қолына қалай жалғыз жібермекпін? Ұлындай болып кетті. Не деп тұрсыз аға? Олардың ойында не бар екен білмейміз. Сіздің басыңызды ондай қатерге тіге алмаймын. Қой, олай деме. Аға, сіз мен емес Айсұлуды ойласаңызшы. Олар маған жалғыз келді. Мен көрінбей тығылып тұрам алыстау жерде. Ұстап алса үшеуімізді өлтіреді, аға, сіз неге түсінбейсіз? Жоқ, әлде сіздер маған сенбей тұрсыздар ма? Жоқ. Әлде полицияға хабарлайын ба? Аға, сіз Айсұлудың өлгенін қалайсыз ба? Қайраке, тәуекелге бармай-ақ қойшы, Арсеннің тілін аласашы. Жарайды. Бірақ сен үнемі байланыста болшы. Иә. Бірдеңе болса бірден қоңырау шал. Жақсы ма? Әрине, аға. Сіздер уайымдамаңыздар. Жолың болсын, Арсен. Жақсы аға. Айналайын. Қойшы. Санжар? Ұйықта қалыпсың ғой. Жарайды. Кейінірек барамыз. Бала ұйықтап жатыр ма? Иә, ұйықтап қалыпты. Мен көйлегім дайын ба, Айсұлу? Жания, мен сені көйлегіңді бітіре алмадым. Жібім таусылып қалды. Оның үстіне дүкенге барайын десіп Санжар ұйықтап қалды. Санжарға мен қарай тұрам. Сен дүкенге барып кел. Уайымдама, Айсұлу. Ұйықтап жатқан балаға қарау оңай ғой. Сен негіз дұрыс айтасың. Мен жүгіріп барып келейін, иә? Иә, бар. Сен қарай тұр. Қарай тұрам. Қазір. Асықпасаң болады, Айсұлу. Жарайды. Түнімен осы чак-чакты кімге жасағанымды білесің ба? Басыма бәле болып, қайдан ғана жабыса қалдың, а? Осы ауылда менің жігітімнен басқа жігіт жоқтай. Жарайды. Мен саған әлі көрсетер. Кешіктің ғой. Саған түскі 12-ге дейін уақыт берген жоқпыз ба? Сен ана жабайларыңды қайдан жинап алғансың? Сен ақша алып келдің бе? Алып келдім. Мен сөзімде тұрам. Мә, санап ал. Болды. Сен қарызыңнан пайызымен бірге құтылдың. Енді осы жерден екеуін құри берсеңдер болады. Яғни құрыңдар. Жүріңіз, Майра апай. Қызыңыздың көйлегі дайын. Жақсы. Және, балым жылаған жоқ па? Жоқ, ол ұйықтап жатыр. Рахмет саған. Мен дүкеннен тәттілер алып келдім. Қазір барып шай қоямын. Жоқ, керек емес, мен асығыспын. Жүре берейін, е? Менің де шаруам басымнан асып жатыр. Кешке қонақтарым келеді. Әлі дайындалып үлгермедім. Асығыспын. Қазір білмейді. Жақсы. Майра апай, қызыңыздың туған күні құтты болсын. Мінеки көйлегіңіз. Ой, айналайын, қандай керемет қылып орап қойғансың. Міне, ақысын ала ғой. Мен жүрегін асықсын. Рахмет. Сау болыңыз. Жақсы айналайын, жақсы. Санжар балам,
ертеңгі тамағымызға ақша таптым. Қарашы, енді ертеңнен бастап бүкіл ауылдың қыз келіншектері маған көйлек тіктіретін шығар. Бізде енді барлығы жақсы болады. Өзім шығар. Жібердім ғой мен. Сен бұл үшін әлі өкінетін боласың. Досым болды қош, әбден ұятқа қалдық қой. Кетейікші мына жерден. Жоқ, ойнайтын басқа да жерлер бар, мен бүгін ойнаймын. Бүгін ойнамай-ақ қойшы. Одан да мейрамханаға барып демалайық. Жарайды. Бірақ шотты мен төлеймін. Келістік қой. Жарайды. Иә, Қайрат аға. Жоқ, мен әлі кездеспедім. Иә, олар кездесетін жерді өзгертті. Мен қаладан алыс жердем. Иә. Жоқ, Айсұлуды көргем жоқ, бірақ дауысын естідім. Аман сияқты. Әрине хабарласам. Міндетті түрде. Жақсы, уайымдамаңыз. Жақсы. Мынау да бәле болды. Жүр. Бүгін қыдырайық. Демалайық. Анашым, мына көйлектердің қайсысын кисем болады? Сен оларды қоя тұр. Менің саған сыйлығым бар. Кәне, ашып көрші тезірек. Рахмет, анашым. Бүгін сен осы көйлекпен ең әдемі, сұлу болып көрінуің керек. Соғандай әдемі. Тезірек киіп көрші, саған қалай жарасатынын көргім келіп тұр. Мынау не? Сұмдық. Мынасы нес? Сонда не бұл анау қаладан келген оңбағанның ісі болып тұр ма? Көрсетем мен оған. Осындай өмір жақсы көремін досым. Уайымдама енді бәрі дұрыс болады. Шың басына жету үшін тәуекелге бел буу керек. Солай емес? Досым, әдем өмір сүрген жақсы ғой. Бірақ ары қарай не істемексің? Не істеймін? Қайратты дәл осылай алдай берем. Ол Айсұлу үшін соңғы ақшасын беруге дайын. Қашанға дейін алдап жүрмексің өйтіп. Бүгін немесе ертең артыңа түсіп алады. Сосын сұрақтың астына алады. Айсұлу қайда, ақша қайда? Ақша жоқ, Айсұлу жоқ. Түш, Айсұлу демекші. Алло, Ерлан? Не жаңалық бар? Білмеймін дегенің қалай. Мен саған не үшін ақша төлеп жүр? А? Оны қалай табатыныңды мен қайдан білейін? Жақсы, жаңалық күтемін. Қызық емін. Не істейтін болдың? Уайымдамашы деймін, досым. Менің қосымша жоспарым дайын. Ей, оңбаған. Мынауың не, а? Не болып қалды, көйлек ұнамай қалды ма? Қызым қуанудың орнына үйде еңіреп отыр. Сұмдық-ай, мынаған не болған? Көріп тұрсың ғой не болған, қайтаран ақшамды. Осыған мен соңғы ақшамды төледім ғой. Кешіріңізші, мен бұлай болатынын білген жоқпын. Қазір мен сіздің ақшаңызды әкеп беремін. Әрине қайтарасың. Қайтармағанда қайда барасың? Ақшаңыз. Кешіріңізші. Матаның да ақшасын қайтарасың. Қазір менде матаның ақшасы жоқ. Қалай ақшам болады, мен сізге қайтарып беремін. Тоқтай тұрып әлем, мен сені бүткіл ауылға масқар етем. Сен қандай тігіншісің өзің, а? Ойпырмай, бәріміздің көңіл күйімізді түсірдің ғой, оңбаған десе. Дұрыстап қараңызшы. Нағыз сіздерге баламен келген шығар. Жоқ, ешқашан көрген емеспін. Сол күні ол қалыңдықтың көйлегін киіп алған. Мүмкін әріптестеріңіз көрген болар. Қалыңдықтың көйлегімен? Иә. Қолында баласы бар дейсіз бе? Келген болса, бүкіл аурухана осы күнге дейін сөз ететін. Мұнда келген жоқ. Өкінішті.
Жарайды, айтпақшы бұл осындағы жалғыз аурухана ма? Аурухана біреу. Бірақ перзентхана бар. Мүмкін сіздің қалыңдығыңыз сол жерге барған шығар. Тексеремін, рахмет. Ол неге қалыңдықтың көйлегімен жүрген? Тергеу құпиясы. Айслу, қара сендерге не алғанымды. Альбек, көмегіңе рахмет. Сұраған бәрін алдым, ал мынау Санжар екеуіне менен сыйлық. Альбек, рахмет саған. Айслу, не болды? Әкелген нәрсе ұнамады ма саған? Жоқ, әлде біреу ренжітіп қойды ма? Бүгін бір көйлекті тігіп бітіріп иесіне берген болатынмын. Ал көйлек кесілген болып шықты. Көйлектің иесі келіп үйге шу шығарды. Бірақ оны істеген мен емес. Кім істеді? Кім істеуі мүмкін екенін білесің бе? Білемін. Бірақ сен оны білмей-ақ қойшы. Айт, Айсұлу. Мен сені ренжітуге жол бермеймін. Айт деймін, Айсұлу. Мен өз көзіме көрген жоқ. Сол күні дүкенге кеткенде үйге Санжарға қарап Жания қалған болатын. Сонда мұның бәрін Жания істеуі мүмкін бе? Мүмкін. Егер де осының бәрін Жания істесе, ол кәрісі соған жауап береді. Альбек, Жанияға ештеңе айтпай-ақ қойшы. Енді ол саған қастық жасады ғой. Істеген ісің зая кетті. Ол сен қызғанғаннан жасады. Сен менің үйіме қайта-қайта келгіштеп кеттің. Оны да түсінуге болады. Жания екеуміздің арамызда қиыншылыққа неге сен жауап беруің керексің, айтшы? Неге сен жауап беруің керексің? Альбек, өтініш. Ауылдағылардың мені жақсы көріп жүргені шамалы. Мен бұны бәрібір бұлай қалдырмаймын. Мынаны алыңыз да барыңыз дедім. Түспе дей менің жүгіме. Қазір көресің. Кім кететін мен саған? Өзіңіз көресіз. Қазір көрсетемін саған. Анашым? Жорығым менің. Мұнда не істеп жүрсіз? Мені күтпедіңіз, өзім көшіріп алып келетін. Алтыным, сені сағынып шыдай алмай келдім. Келсем мына біреу шап етеді маған. Кет деп. Арсен, сіздің анаңыз екенін білген жоқпын ғой. Сіз өзіңіз бөтен адамдарды кіргізбе деп айтып едіңіз ғой. Есің дұрыс па сенің? Бөтен адам деген сонда осы кісі ма? Енді мен білген жоқпын ғой. Маңдайында жазылып тұрған жоқ қой. Ойбай, мынаны қара. Саған сөз қайтарып тұр ғой мынау. Бұл сонда енді өз. Ана бұрынғы үйелерінен қалған ғой. Бәсе? Өзіңіз келдіңіз. Бұның жұмыстан шығара берсін. Жоқ! Шығарма. Ойбай, істей берсін. Мен біраз демалайын. Қорықпа. Мен бұған өзім жақсылап тұрып, қалай жұмыс істеу керек екенін үйретіп аламын. Жүріңіз, үйді кірейік. Жүр. Ай, ал жүр мынаны. Жорығым. Немен келдіңіз? Таксимен келдім. Такси ұстап қойдыңыз ба? Сәл күте тұрсаңыз өзім келіп алып кететін ғой. Ештеңе етпейді. Нағыз қожайын келсін. Сосын көрерміз, кім-кімге бұйрық беретінін. Ой, пырмай, тыным таппай тірлік істеп жатсың ба? Қол қусырып отыра алмайым. Иә, сол. Жасауыңды шайып, көршілерге мақтан. Жігітің тастап кеткенмен шатағыңыз. Ешкім бәрібір тартып ала алмайды. Айтпақшы, өзеннің жағасында жүрген сіздің бұзауыңыз ба? Суға батып кетпесін. Ой, масқара. Тағы да қашып кетті ме, а? Саламатсың. Жаным, қалайсың? Шаршап тұрсың ба? Мен саған тамақ дайындап қойдым. Жеп аласың ба?
Шынымды айт, Айсұлудың тікен көйлегін кесіп тастаған сен ба? Не айтып тұрғанын түсінбедім. Тапсырыс берген әйелдің көйлегін біреу кесіп тастапты. Ал сол күні үйде болған сен ғана. Айсұлу солай айтты ма? Ол тіге алмаған көйлегін кескілеп, бар бәлесін маған жаба салды деп ойламайсың ба? Айсұлу ондайға бармайды. Мен ше, Әлібек, мен сондайға барады деп ойлайсың ба? Және есінде болсын. Мен Айсұлуды ешкімге ренжітуге жол бермеймін. Неге сонша тырысасың? Қандай қыз екенін көрдің ғой? Сен олай айтуға қалай дәтім барады? Айтам. Оған қарағанда менің абыройым бар. Бір баламен мен ешкім тастап кеткен жоқ. Және сенің есің дұрыс емес. Дұрыс емес сенің есің. Көйлек тіктіруден бас тартқандарыңыз өте өкінішті болды. Мүмкін тағы да бір ойланып көресіздер. Жоқ, рахмет. Майран матасынан естегенді мына бүкіл ауыл біледі. Байғұс туылған күнде сыйлықсыз қалыпты. Негізі бұл жерде бір түсініспестік болды. Мен Майра апайға барлығын түсіндіріп айтқан болатынмын. Сіздер де дұрыс түсінбей қалдыңыздар. Матаны да, ақшаны да саған сеніп тапсыра алмаймын. Кеттік, жүр көрші. Анашым, Ау, бүгін әлі қалдым. ей жарық. Тойыңа жинай ғой. Ешқандай той болмайды. Неге? Болмайды. Әкесі! Оу, не болып болды? Тыңдашына балаң не деп отырған? Мен Жәнияға үйленбеймін дедім. Көрдім ол қыздың қандай екенін. Мүлдем басқа бейнесі. Бейнесі не деме дұрыстап түсіндірсеңші енді. Неге той болмайды? Неге үйленбейсің? Отыршы, асықпай, шай ішіп сөйлесейік. Аш емеспін. Мені көрдің бе? Осының бәрі сенің тәрбиең. Өте жақсы тәрбие. Неменеге күліп отырсың? Әлібектікі дұрыс. Сенің етегіңе жабысып, ажырамай қояма деп қорқып едім. Нағыз еркек өз өмірін өзі жауап беріп үйрену керек. Түк жемедің ғой. Ұнамады ма? Ұнады. Тәбетін тартпай тұр. Кешегі үшін ба? Балам, олай тез шешім қабылдамаш. Және екеуің бүгін ұрыссаңдар, ертең татуласасыңдар. Татуласпаймыз біз. Әлібек, мен сен үшін уайымдаймын ғой. Сөйлесейікші. Кеше екеуің араларыңда не болды, айтып берші маған. Кешіріңіз, маған жұмысқа бару керек, асықсын. Рахмет. Көрші, мұныңыз не? Абайлаңыз. Деңіз мен ұстап тұрайын, сіз түсіңіз жақында. Рахмет. Менің атым Ғабит. Мен сіздің көршіңіз болам. Қуаныштымын. Айсұлу. Төбеде не істеп жүрсіз, Айсұлу? Көріп тұрсыз, үйім ескі.
төбемнен су ағып, түнмен далаға су тасып шықтым. Енді шатырға мініп, не болғанын көрейін деген. Айсұлужан, бұл деген әйел адамның жұмысы емес қой. Мен сізге көмектесейін. Көмектескенде мен сіздің заттарыңызға да өзіңізге де беретінмін. Бірде бір ақшым жоқ. Ал мен төбені көріп шығайын. Сосын сізге айтам, не керек екен. Жақсы ма? Жақсы. Абайлаңыз. Және бәрін білдіріпсің ғой. Оның не? Айсұлу Әлбектің басын әбден айналдырып алған. Оның үйінен өз ыдысымды көрген кезде не істегенімді өзім де түсінбей қалдым. Менімен келіп ақылдаспайсың ба? Қалай ойлайсыз? Бәрін реттей алам ба? Әлбектің мінезі тік, қырсық. Бір амалын табармыз. Оны маған қалдыр. Күнар әпке, мен сіздің алдыңызда сондай ұялып отырмын. Осының бәрін Әлібекті жақсы көргендіктен жасадым. Білем. Сондықтан саған көмектесем. Баламысың деген. Йықылған адамдар, көрмегендей. Өздерін ұстай алмайды. Сұлуым мен. Қайда жүр екенсің? Жағдайың қалай екен? Мен сені осы үйде күтетін болам. Сен тек тезірек оралшы. Мәдина! Әй, Мәдина! Не істеп жатсың? Күйбең етіп, а? Көрмей тұрсыз ба? Жинап жатырмын. Пах, шіркін. Әй, бар ана дастарханды жина. Сосын дәм тұзы жоқ не жасағансың, е? Бытпырақтатып. Ләззат апайға ұнайтын. Үйтіп сөз қайдарма? Ол енді сенің қожайының. Пошоның не пошоның? Жүгір жұмысыңа бара бір, мен ол өзім сөйлесіп. Иә, кеттім. Жаным менің. Жақсы. Әй, тасташы мына ұрығын. Бұрқыратпай. Баран адыс аяқты жу. Сосын төсек орынды жина. Маған бауырсақ пісір. Бүгін бір дәмді тамақ жегім кетті. Бар. Неткен өмір десеңші. Қанша жыл армандадым осыны. Қалай? Жөндеуге болады ма екен? Жасауға болады. Бұған қажетті заттардың бәрі менде бар. Ақшаңның да керек жоқ. Былай жасап берем. Көп рахмет. Мүмкіндік болған кезде мен сізге міндетті түрде рахметімді айтам. Жарайды, келісерміз. Бұнда үйге барып, жаңа керек заттардың бәрін алып келейін. Сосын іске кірісе берейін. Жақсы ма? Жақсы. Көрдің бе, балақай? Әлі де жанымызда жақсы адамдар бар екен. Дана сонда жігіттің сұраған құдалықты ал, жүзікті қазір тағайын деді ме? Иә, сендер маған, ой, ол сені ойнап тастап кетеді дегенсіңдер. Көрдің бе, қандай жүзік сыйлады. Тасы үлкен, әдемі екен. Жарайды, мен барып жұмысымды істей берейін. Емдеушілер күтқан шығар. Жарайды. Кешіріңіз. Мен абайсызда сіздердің әңгімелеріңізді естіп қалдым. Құттықтасам болады ғой? Иә. Мен де өз келіншегіме дәл осындай жүзік алғым келеді. Бірақ дүкендерден таппадым. Бұл жүзікті менің болашақ жарым сыйлаған. Айып етпеңіз. Сіздің жігітіңізбен қалай кездессем болады?
осы жүзікті қай дүкеннен алуға болатынын білейін деп едім. Әрине, ол кісі осы ауруханада дәрігер болып жұмыс істейді. Жүріңіз, таныстырайын сізді. Рахмет. Әрсен, сен неге хабарласпайсың? Түні бойы көз ілмей. Күтіп отырдым ғой. Аға, мен де түнімен ұйықтамадым. Не болды? Олармен кездестің бе? Айсұлу қайда? Түнде олар кездесетін орынды бірнеше рет ауыстырды. Мен ақшаны бердім, ал олар болса, міне, мынаны қалдырып кетті. Бұл не? Бұл Айсұлудың көйлегі. Айсұлу, тірі ме? Тірі. Уайымдамаңыз, мен оны алыстан көрдім. Тұра тұр. Ал сен оларға ақшаны берсең, Айсұлу неге қайтармады? Ол сұмырайлар тағы да 40 мың доллар ақша сұрап жатыр. Жоқ, бұлай соза беруге болмайды. Біз ақшаны берген сайын олар сұрай береді. Полицияға бару керек. Дұрыс айтасыз. Бүгіннен қалмай полицияға бару керек. Жүріңіз, бірге барайық. Мен саған әу баста айттым. Бірден полицияға келу керек еді. Аға, мен Айсұлудың өмірі үшін қорықтым ғой. Қазір де қорқып тұрмын негізі. Олар мұнда келгенімізді білсе, Айсұлумен не істейді? Бізде енді босқа амал қалмады ғой. Жүр. Тоқтаңыз. Иә? Жақсы жаңалығым бар. Айсұлуды тапты. Жоқ, өтінем, оған тиіспеңіздер. Болды, біз түсіндік, иә, қазір кейін қайтамыз. Иә. Кім? Айсұлуды ұрлап кеткендер хабарласып жатыр. Не дейді? Аға, олар ізімізден аңдып жүр екен. Мына есті аттап келетін болсаңдар, Айсұлуды өлтіреміз дейді. Құлай. Қайрат аға, қайтайық. Ақшасын апарып берейік, әйтпесе олар Айсұлуды өлтіреді. Аға, қайтайық. Айсұлудың өмірі маңыздырақ аға, неге түсінбейсіз? Ғабит, заттарыңызды алып келіп қойыпсыз ғой? Иә, алдымен жұмыстың ақысын келісе алмадық па? Мен жаңа айттым ғой сізге ақшам жоқ деп. Мен ақшаны айтып тұрған жоқ. Мен сізді түсінбедім. Сен сияқты сұлу келіншек ақысын біз қалайда қайтарылады. Оның үстіне мен де кәрі емеспін. Сіз маған не айтып тұрсыз? Шығыңыз менің үйімнен. Сен де бәққы сияқты майысып тұрсың. Мұнды мұхит арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы мұхитты мұңға толтырды. Бітпестей бұл өмір сынағы, жауқазынды сынақ.